Юрий Валентинович Трифонов 1925 жылы туған, орыс кеңес жазушысы, ақын, редактор, қалалық прозаның шебері. Степи атты алғашқы әңгімесі 1948 жылы жас жазушылардың «Молодая гвардия» альманахында жарық көрді. Трифоновтың дипломдық жұмысы құрдастарының өмірі жайындағы «Студенты» повесі оның атын шығарған туынды болды. «Новый мир» әдеби журналында жарияланған ол Сталин сыйлығына ие болды. 1952 жылдың көктемінде ол Түрікмен каналын салу үшін Қарақұмға іс-сапарға атанды. 1959 жылы «Под солнцем», «Бакко», «Очки», «Одиночество ключа дурды», әңгімелер мен очерктер циклы және тағы басқа жарық көрді. 1963 жылы «Утоление жажды» романы жарық көрді. Оның оқиғалары Түрікмен каналының құрылысында өрбіді. Кейінгі жылдары Трифонов негізінен спорттық әңгімелер мен репортаждар жазды. Спорттық тақырыптағы көптеген әңгімелері, репортаждары, жазбалары «В конце сезона» және «Игры в сумерках» жинақтарына енді. Трифоновтың жұмысындағы түбегейлі жаңа кезең сталиндік дәуірдегі және тоқырау кезеңіндегі астаналық зиялы қауымның өмірі жайындағы повестер циклы болды. Бұлардың алғашқысы «Обмен» повесі болды. Одан кейін «Предварительные итоги» және «Долгое прощание» повестері жазылды. «Другая жизнь» әңгімесінің басты кейіпкерлері тарихшы Сергей Троицкий мен оның әйелі Ольга арасындағы өзара түсіністікке рухани соқырлық кедергі келтіреді. 1976 жылы «Дом на набережной» романы жарық көрді. Ол жазушының Мәскеу циклын аяқтаған туынды болды. Жазушылардың тағдыры арқылы жеткізілген ел тарихы жайындағы «Время и место» романы Трифоновтың көзі тірісінде басылмады. Трифонов өзінің өмірі туралы еш бүкпесіз қоштасу түрінде баяндайтын «Опрокинутый дом» әңгімелер циклінде автор қайтыс болғаннан кейін жарық көрді.